Kinalamаңыз, әурет асқыста жарқылдар, ашылмас онда алқымдар, жалтырап саңдар, сүйреңдеп көрінбес онда балдырлар. Деп бір ақын інім өлең жазған екен. Сол өлеңнің қыс болып жатқан бір жаққа уақытша кетіп қалсам ба деген жолдары бүгінгі біраз намысты жігіттердің назын жеткізетіндей. Расымен де жазда ағаш біткен жап-жасыл жамылғысын оранып жатса, адам баласы керісінше зейін аударарлықтай зейнетін ашып бұған мүлдем кереғар әрекетке барып жатады. Әсіресе әпке қарындастарымыз әрбір қазақ қызының қарындасындай көріп, оның ары мен абыройына алаңдаған өр жігіттеріміз қашанда қыз баласына қамқор, қорған бола білген, алайда естілікпен етегін жиып жүрген кешегі қазақ қыздарының бүгінде басқа еліктеп, тым қысқа не ашық киіну қазақы салт-дәстүрімізде де ата дінімізде де теріс қылық болғанымен, қазір көзге үйреншікті құбылыс ретінде қалыптасып үлгерген. Ал осы намыстанып наразылығын білдіріп жүрген кейбір бауырларымыз кінәраттың бәрін қарындастарымызға арта салады. Бұл жігіттің назы негізсіз дей алмаймын десе де, кінәрат қарындас әпкелерімді де ғана емес, оның отбасындағы көрген тәрбиесіне де қатысты. Кінәліні іздемес бұрын ашық әуреттің қандай кесірі барына үңіліп көрейікші. Біріншіден, бұл зинаға апаратын ашық жол болып табылады. Себебі әйелдің етегі қысқарса, оған есі кеткен ер кісілердің ойы бұрылады, тіпті кейде ойнасыққа да жетелейтін жаман жолға барады. Осылайша екінші кесір отбасының күйреуіне әкеліп соғады. Одан бөлек қазақтың тарихында тұрмыс тіршілігінде бұрын-соңды кездеспеген қазақы салт-санамызға жат, алайда бүгінгі қоғамда жиі орын алып жатқан келеңсіз жағдайлар, соның ішінде жастардың ұятсыз арсыз қылықтарға баруы, некесіз қарым-қатынас, ерте жүктілік, атасынды сәби тағы басқа. Кешегі жетімнің жалатпаған халықтың ұлжанны ұрпағы шыр етіп дүниеге келген жазықсыз нәрестелерін көшеге, қоқыс жәшіктеріне жаны шімірікпестен тастайтын болды. Мұндай мысалдар өте көп. Енді қараңыз, түйіні үйінен тыйым көрмей өскен қара көздің көшеде зейнетін көрсетіп жүруінен тараған мәселе қаншама түйіткілдерді туындатты. Неге ендеше осыны ескеріп жаманнан жиренбейміз? Әр адам өз амалына жауап береді емес пе? Әйелге әурет жабу парыз етілсе, ер азамат некесізден назарын сақтауы тиіс. Себебі өзіне ер кісінің асуқана қарауына себепкер болған әйел де Алланың әміріне бойсынбай тыйым етілгенге көз тіккен ер де бірдей жауапты. Адамзаттың екі дүниеде де бақытты болу үшін ислам діні жіберген, оның ішінде зинадай ауыр күнәға қатаң тыйым салған мейірімді Алла Тағала бұл туралы Нұр сүресінің 30 аятында әйел кісілерге харам боларын және дәл осы сүренің 31 аятында әйел кісілердің де бөтен еріктерге жерлерін бөтен еріктерге көрсетпеуін бұйырған. Ей Мұхаммед, мүміндерге айт, бүгінде әйелдерге қараудан көздерін сақтасын, әрі ұяты жерлерін зинадан қорғасын. Расында ол өздері үшін өте жақсы. Шындығында Алла Тағала олардың не істегендерін білуші. Нұр сүресі 30 аят. Ей Мұхаммед, мүмін әйелдерге де айт, бүгінде әйелдердің көздерін сақтасын, әрі ұяты жерлерін зинадан қорғасын, сондай-ақ зейнеттен көрсетпесін. Нұр сүресі 31 аят. Ал ардақты Мұхаммед, оған Алланың саллаллаху алейхи ва саллям болсын, пайғамбарым көзінің зинасы қарау, Бұхари риуаят деу арқылы жоғарыда Құран аяттарын тәпсірлеп тұрғанда ескерту жасаған. Бұл хадис ер кісілерге һәм әйел кісілерде бірдей дәрежеде қамтитын, жалпы мағынада айтылған ортақ ескерту екені белгілі. Басқа бір хадисінде кімде-кім маған мына екі нәрседе екі жақ арасында тіліне және оған екі аяқтың арасында да әуретіне ие боламын деп кепілдік берсе, мен ол кісінің жәннатқа баратынына кепілдік беремін деп сүйіншілеген.
Сонымен қатар Алла Тағала зинаға жақындамаңдар, расында ол бір азғындық және жаман жол. Исра сүресі 30 аятта бұйырған болатын. Ал 12 мүшенің бірі саналатын көз зина сияқты үлкен күнәға арсыздыққа жақындататын басты себептердің бірегей екенді айтып жатады белгілі. Сол себепті бүтін ер кісілердің әйел кісілерге, ал әйел кісілердің бүтін ер кісілерге шыққан қарауларына тыйым салынған. Демек екі тарапқа да бірдей жауапкершілік жүктелген. Бойұсынбаған жағдайда екеуі де айыпты болмақ. Бұлай болса, әрбір мұсылман өзгені қаралаудан бұрын өз менен түзеп бұйрыққа бойұсынып, ол Раббымыздың разылығына ұмтылса екен. Ең дұрысы Аллаға мәлім.